Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы Мұхтар Мағауин өмірі, жизнь Мұхтара Мағауина. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу. Бағалау критерии оценивания тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап береді, прослушивая текст, отвечаете на вопросы, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап береді, шағын диалогке қатысады. Отвечая на данные вопросы, вступаете в диалог. Ең бастысы жаңа сөздермен танысамыз. Тарихшы, историк, жазушы, писатель, ауыз әдебиеті, устная литература, сыйлық, премия, дүние, мир или вселенная. Жаңа сөздермен оқушылар сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып үйренеміз. Ребята, с новыми словами постараемся составить словосочетание, предложение, новые слова запишите в словарь. Мәтінді тыңдап, тапсырма орындаймыз. Мұхтар Мұқанұлы Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Шұбыртау ауданында туған. Мұхтар Мағауин родился в 1940 году 2 февраля в Семипалатинской области, ныне Восточно-Казахстанская область, в районе Шұбыртау. Мұхтар Мағауин тарихшы, көрнекті жазушы, қазақтың ауыз әдебиетінің зерттеуші, ғалым. Мұхтар Мағауин историк, көрнекті жазушы, видный, выдающийся писатель, қазақтың ауыз әдебиетінің зерттеуші, исследователь казахской устной литературы, ғалым, ученый. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. В 1962 году закончил филологический факультет Казахского государственного университета. Жазушыға «Аласапран» атты тарихи романы үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілген. Писателю был дано государственная премия имени Абая за исторический роман под названием «Аласапран». 1984 жылы Қазақстанның халық жазушысы, 1997 жылы Түркияның халықаралық түрік дүниесіне қызмет сыйлығының иегері, 2002 жылы Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. В 1984 году было присвоено звание «Народный писатель Казахстана». В 1997 году стал обладателем премии международной турецкой международной премии «Служу тюркскому миру». 2002 жылы Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. В 2002 году стал лауреатом премии Тарлан. Мұхтар Мағауин соғыс жылдарында қазақ халқының өзге ұлт өкілдерін бауырына басқан туралы шығарма жазды. Мұхтар Мағауин написал произведение о том, как во время войны казахский народ приютил представителей других наций. Ол «Бір атаның балалары» повесі. Это повесть «Дети одного предка». Шығармада Зигфрид деген 8 жасар неміс баласын қазақ отбасын қалай қабылдағаны туралы айтылады. В произведении говорится о 8-летнем немецком мальчике Зигфрид, которого приняла казахская семья. Ал
Ал енді оқушылар, тапсырмаға көшеміз. Теперь, ребята, приступаем к заданиям. Бірінші тапсырма: тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. По прослушанному тексту ответить на вопросы. Бірінші сұрақ: Мұхтар Мағауин қай жылы және қайда туды? Мұхтар Мағауин в каком году и где родился? Екінші сұрақ: ол кім? Он кто? Үшінші сұрақ: Мұхтар Мағауин қандай оқу орнын бітірген? Какое учебное заведение закончил Мұхтар Мағауин? Төртінші сұрақ: мәтінде Мұхтар Мағауиннің қандай повесі туралы айтылған? О какой повести Мұхтара Мағауина говорится в тексте? Оқушылар дескрипторға назар аударыңдар. Сұрақтарға жауап берді, 4 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты, 1 балл. Ребята, обратите внимание на дескриптор этого задания. Задание оценивается в 5 баллов. Умение ответить на вопросы 4 балла. При ответе на вопросы уделили внимание специфическим звукам казахского языка 1 балл. Екінші тапсырма: берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беріп, шағын диалогке қатысыңдар. Второе задание, ребята. Ответив на данные вопросы, вы должны вступить в диалог. Диалогқа қатысу үшін сұрақтарға назар аударыңдар. Обратите внимание на вопросы, в котором вы должны вступить в диалог. Мұхтар Мағауин кім? Кто такой Мұхтар Мағауин? Ол кісі қай жылы туған? В каком году он родился? Қай университетті бітірген? Какой университет он закончил? Жазушының қандай атақтары бар? Какие есть звания у писателя? Бұл тапсырма 5 балл есептеледі. Обратите внимание на дескриптор. Сұрақтарды дұрыс түсінді, правильно поняли вопрос, 1 балл. Сұрақтарға жауап берді, 2 балл. Умение ответить на вопросы 2 балла. Шағын диалогке қатысты, вступили в мини-диалог 1 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты, 1 балл. Произносили правильное произношение специфических звуков казахского языка 1 балл. Ал енді оқушылар, сабақты қорытындылаймыз. Суретте Мұхтар Мағауин берілген. Сабақты қорытындылау үшін мынау сұрақтарға жауап беріңдер. Мұхтар Мағауин кім? Кто такой Мұхтар Мағауин? Қай жылы туды? В каком году он родился? Қандай шығармаларын білесіңдер? Какие произведения вы знаете Мұхтара Мағауина? Үйге тапсырма жазып алыңдар. 90-шы бетте 3-ші тапсырма: мәтіннің мазмұнын айту. Домашнее задание на следующий урок. На странице 90 упражнение 3. Краткий пересказ текста. Сабағымыз аяқталды, оқушылар, сау болыңдар.